Қазір мынау видео көріп тұрғандай, пока енді көрінбейді. Қазір мынау несін қарап жатырмыз, микроскоптадағы бейнесін. Енді қарайық. Так. Қазір бір паузаға қойып үлгерейін. Сол кезде талдайтын боламыз. Мына жақта препараттың аты деген кезде мысықтың гипофизі деп айтамыз. Себебі жануардың атын айту өте маңызды. Себебі мысалы мынандай саналау ол адамның гипофизінде болмайды. Одан кейін осындай саналауды көргеннен кейін біз бірден гипофиз екенін білуіміз керек. Яғни ортасында осындай саналау көреміз. Одан кейін жақта ақ, яғни боялмай тұрған, тек қана базофилді ядролар ғана боялып тұрған майда-майда бұл нейрогипофизді көріп тұрмыз. Одан кейін мынау арасында тек қана базофилді боялған аралық бөлігін көріп тұрмыз. Одан кейін мына жақта мынау алдыңғы аденогипофизді көріп тұрмыз. Яғни әртүрлі түсті боялып тұр мына жақта көріп тұрғандай. Әрине өте жақсы көрініп тұрған жоқ, но былай түсінуге болады. Яғни мына жақта хромофобты, одан кейін хромофилді, яғни ацетофилді, базофилді боялған эпителиальды жасушаларды көріп тұрмыз. Осылай, так. Енді препараттың сипатталуының өзіне келіп тоқталайық. Енді мынау препараттың сипатталуының өзіне тоқталамыз. Ең бірінші препараттың аты айтқан кезде жаңа айтып кеттім, мысықтың гипофизі айтамыз. Одан кейін мынау 1, 2, 3, 4, 5 пен цифрларымен көрсетіп тұрған зерттеу объектілерін әрқайсысын жеке-жеке айтып шығамыз. Енді мынау бірінші цифрамен беріп тұрған ол алдыңғы бөлігі. Бірақтан бірден алдыңғы бөлігін айтпай тұрып, ең бірінші бұның біз яғни гипофизді айтамыз паренхиматозды мүше деп. Себебі бұның мына жақта сыртынан қаптап тұрған капсуласын ажыратамыз. Мына жақта примерно капсула бар деп елестетейік. Одан кейін мынау ішінде тұрған мынау нені ажыратамыз? Паренхимасын. Енді осы капсуласын айтатын болсақ, бұл бізде тұрады тығыз, талшықты қалыптаспаған дәнекер тінінен. Енді осы неден капсуладан бізде осылай трабекулалар тарайтын болады. Осы трабекулалар бұл гипофизді 3 бөлікке бөледі. Яғни мынау алдыңғы бөлігі, ортаңғы бөлігі және де артқы бөлігі. Енді паренхимасына келетін болсақ, негізінде мынау мысық болғаннан кейін бұл жақта біз гипофиздің саналауын көріп тұрмыз. Негізінде бұндай саналау болмайды. Сол үшін біз алдыңғы бөлігінен ортаңғы бөлігін бір-бірінен ажырата алуымыз керек. Алдыңғы бөлігінде бұл жақта бізде болады хромофобты эпителиальды жасушалар, одан кейін хроматофилді. Осы хроматофилділер олар бөлінеді ацетофилді, одан кейін базофилді деп. Мына жақта күлгін түспен мынау мысалы былай қоршадым. Бұл жақта бізде базофилдер тұр. Ал мынандай мына жақта более розовый боялған, яғни қызыл түске боялған, немесе қызғылт деп. Бұл бізде ацетофилді. Ал мынау ортаңғы бөлігінде көріп тұрмыз, ешқандай да ацетофилді жасушалар жоқ. Бұл жақта тек қана базофилді боялады. Осылайша біз алдыңғы бөлігі мен ортаңғы бөлігін бір-бірінен ажыратамыз. Ал артқы бөлігін ажырату оңай, себебі бұл жақта нейроциттерден тұрады, яғни бұны тағы да петуициттер деп айтады. Бұлардың тек қана базофилді бояп тұрған мынау ядроларын көреміз. Мынау, және де тағы да басқалары. Енді осы әрбір бөлікті ажырата алғаннан кейін әрқайсысын жеке-жеке түсіндіріп кетейік. Енді алдыңғы бөлігі бұл жақта бізде жаңа айтып кеттім. Хроматофобты, одан кейін хроматофилді, жаңағы ацетофилді, базофилді жасушалар болады. Енді осы базофилді жасушалар бізде бұлар негізгі қызметі бұлар гормон бөлу. Енді қандай гормондар бөледі? Біріншісі фолликул стимулирующий гормондар. Яғни бұлар фолликулдың пісіп жетілуін қамтамасыз етеді. Одан кейін келесі гормон бұл личиндеуші гормон. Бұлар лейдига жасушаның өсуін қамтамасыз етеді. Одан кейін сары дененің өсуін қамтамасыз етеді. Сары дене, лейдига жасушасы. Мынау фолликулдың өсіп жетуін қамтамасыз етеді. Одан кейін тағы да АКТГ. Бұл яғни бүйрек үсті безінің
қыртысты қабатына әсер етеді. Одан кейін тағы да тиреотропты гормон бар. Бұл жаңағы қалқанша безіне әсер ететін болады. Осы гормондарды бөлу арқылы жаңағы айтып кеткен жасушаларды пісіп жетілдіреді. Одан кейін кейбір эндокринді жүйені басқаратын болады. Так, одан кейін тағы да бізде ацидофильді жасушалар бар. Яғни бұлардың цитоплазмасы қызыл түсті боялады. Бұларға бізге жатады жаңағы соматоциттер. Яғни жаңағы өсу гормонын бөледі. Одан кейін лактоциттер. Бұлар жаңағы пролактин гормонын бөледі. Осылайша жаңағы сүттің өндірілуін қамтамасыз ететін болады. Алдыңғы бөлігінде жалпы осы. Одан кейін ортаңғы бөлігіне келетін болсақ, жаңа айтып бұл жақта тек қана базофильді жасушалар орналасады. Одан кейін 4-пен берілген жаңағы артқы бөлігі, бұл жақта бізде айтып кеткендей питуициттер орналасады. Енді осы алдыңғы ортаңғы артқы бөлігінде барлығына бір құрылым тән, яғни бұл жақта бізде бұрпылдақ дәнекер тіні болады. Осы бұрпылдақ дәнекер тінінің арасында синусоидты капиллярды көре аламыз. Мына жақта дәл бұлай көрсете алмаймын, бұл суретте жоғау деймін. Одан кейін мынау 5 цифрмен көрініп тұрған псевдофолликулдарды ажырата аламыз. Мына. Жалпы адена, то есть гипофиз препараты осы.